Мен жақында Joseph Nguyen авторының Don't believe everything you think, what you're thinking is the beginning and end of suffering, яғни ойларыңның бәріне сене берме, ойлау азаптың бастауы атты кітабын оқыдым. Ойлар жақсы нәрсе, бірақ шамадан тыс ойлау зиян. Ой мен ойлану арасындағы айырмашылықты түсіну өмірді түбегейлі өзгерте алады. Ойлар жай ғана пайда болады. Олар санаңа кенеттен келетін бақылаулар мен идеялар. Ал ойлану сол ойға өзін қосатынның бәрі. Мен шаршадым, бұл ой. Мен әрқашан шаршап жүремін. Неге мен ешқашан дұрыс ұйықтай алмаймын? Бүгін жұмысымда бәрі нашар болады, бұл ойлану. Мен әлгі хатқа жауап беруді ұмытып кеттім, бұл ой. Мен өте ретсіз адаммын. Олар мені қабілетсіз деп ойлайды. Осылай жалғаса берсе, мен ешқашан команда жетекшісі болмаймын, бұл ойлану. Мен подкаст бастағым келеді, бұл ой. Бірақ менің дауысым бір түрлі естіледі. Егер айтатын нәрсем таусылып қалса ше? Бұл ойлану. Ойлану көбіне бұл өте деп басталатын бағалаулардан және егер болса ше деген сценарийлерден тұрады. Қажетсіз бағалау мен ойдан шығарылған әңгімелер қорқыныш пен үмітсіздікті күшейтеді. Бұл денеде қатты стресс реакциясын тудырады. Адам болған жағдайға не болашаққа қатысты қаншалық көп пікір мен әңгіме қосса, соншалықты көп азап шегеді. Сондықтан кітаптың атауы өте күшті нұсқауға айналады. Ойларыңа толық сенбе. Егер сен оқиғадан кейін пайда болатын пікірлерге, болжамдарға немесе ойдан шығарылған әңгімелерге сенбеуді үйренсең, стресс тереңдеп, азапқа айналмайды. Екі дос маңызды сұхбатқа бара жатыр деп елестеді. Жолда екеуінің де көлігі бірдей уақытта тесіліп қалады. Бірінші адамның ойы бірден шарықтайды. Бұл апат. Мен сұхбатқа кешігемін, жұмыстан айырыламын, бәрі бітті. Ол үмітсіздікке түсіп, күйзеліске батады. Екінші адам көлігінен түсіп, иә, дөңгелек тесіліпті деп қана ойлайды. Сосын ойына келген әңгімелерге еріп кетпей, жай ғана әрекет етеді. Сұхбат алушымен хабарласып, уақытты қайта белгілейді. Бірдей оқиға, бірдей жағдай. Бірақ біреу азап шегеді, екіншісі жоқ. Себебі біреу өз ойына сеніп кетті, екіншісі сенген жоқ. Бұл ежелгі стоиктердің айтқанын еске салады. Бізді оқиға емес, оқиға туралы пікіріміз мазалайды. Шамадан тыс пікірлі сана, шамадан тыс айналып тұрған қозғалтқыш сияқты. Ойлар көбейген сайын, ішкі жүйе қаттырақ жұмыс істейді. Пікірлер тым күшті болса, сана қызыл аймаққа дейін жетіп күйіп кетеді. Сондықтан ең маңыздысы педальдан аяқты алу және сананы тыныштандыру. Мұны кідіріс арқылы жасауға болады. Кітаптағы тоқта және тыныс ал дегенді білдіреді, бірақ одан да тиімді тәсіл бар, физиологиялық күрсіну. Не істеу керек? Бар істі тоқтат. Мұрын арқылы терең тыныс ал. Өкпені толық толтыр. Сосын мұрын арқылы тағы бір қысқа дем ал. Кейін ауыз арқылы ұзақ, баяу дем шығар, күрсінгендей. Бұл әдіс 30 секундтың ішінде стрессті азайтып, жүйке жүйесін қалпына келтіре алады. Дем шығару кезінде қалған кідіріс қадамдарын орында. Бірінші сұра. Менің ойлауым маған дәл қазір керек күйді беріп тұрма? Егер жауап жоқ болса, келесі қадамға өт. Екінші, түсін. Ойлау таңдау екенін түсін. Сен кез келген сәтте ойды босата аласың. Үшінші, айт. Өзіңе мына сөзді айт. Ойлау менің азабымның бастауы. Төртінші, сезін. Сезіміңді ешқандай бағалаусыз қабылда. Ой мен эмоцияны тоқтатпай, оларды бақылаусыз өткіз. Өзіңді теңізде беліңе дейін тұрғанда елестет. Толқындар соғып жатыр, бірақ сен қарсыласпайсың. Неғұрлым қарсыласпасаң, соғұрлым тез тынышталады. Осыдан кейін сен мүлде басқа күйге өтесің, артық ойламайсың, тек қазіргі сәтте боласың. Сен енді зонадағы спортшы сияқты боласың. Спортшылар әр қимылды талдап отырмайды, олар интуициясына сенеді. Олар, егер қателесем ше деп ойламайды, тек әрекет етеді. Joseph Nguyen былай дейді. Біздің интуиция әрқашан толық жоспар бермейді, бірақ ол әрдайым келесі қадамды көрсетеді. Барлығын алдын ала шешуге тырысу тек артық ойлауға келеді. Сондықтан ойлауды тоқтатып, сенуді үйрен. Кейде біз ойламасақ, қалай өнімді боламыз деп сұраймыз. Бірақ дұрысы. Қанша уақыт артық ойлауым мені кейінге қалдырды. Қарапайым 5 минуттық іс, хат жазу, қоңырау шалу, артық ойдың салдарынан алып құбыжыққа айналады. Қате айтып қойсам ше? Мені бағаласа ше? Осылайша ми ұсақ нәрсені үлкен проблемаға айналдырады. Пенсильвания университетінің бір мақаласында айтылғандай. Артық ойлайтын ми қарапайым істерді күрделендіреді. Бір тапсырманы бастағаннан кейін артық ойлау ақыл кеңістігін жауып, шығармашылық шешімдердің шығуына кедергі болады. Эйнштейн мұны жақсы түсінген. Ол күрделі мәселе шешпек болғанда көбірек ойламай, скрипкада ойнайтын.
яғни санасын тыныштандыратын. Эйнштейн сияқты бол, ең қиын мәселелерді шешу үшін ойды тыныштандыр. Қорытындысында біз ойлауға соншалықты үйреніп кеткенбіз, оның міндетті емес екенін ұмытып кеттік. Біз әр ойға мән беріп қорқынышты сценарий құра бермей-ақ өмір сүре аламыз. Артық ойлау стресс тудырғанда біз физиологиялық күрсінуді жасап, өзімізден сұрай аламыз. Бұл ойлау маған көмектесіп тұрма? Сосын, ойлау менің азабымның бастауы дегенді еске түсіріп, ішкі күйді қабылдаймыз. Соңында біз жай ғана сеземіз. Бағаламаймыз, әңгіме қоспаймыз. Тек бар нәрсені бар күйінде қабылдаймыз. Бұл Джозеф Nguyen кітабынан алған негізгі ойларым. Бұл кітап артық ойлауды азайтуға және стрессті төмендетуге арналған өте практикалық нұсқаулық. Осы кітапты оқуға кеңес беремін.